Бүгін 17 шілде 25 жылы мені бүгін Алматы қаласының прокуратурасы сағат 11-де онлайн қабылдау керек болатын. Түске дейін қазір қосыласыз күтіңіз деп келіп, түстен кейін міне сағат қазір 6 болды, мүлде байланысқа шықпай қойды. Бұл Кәріпбектің өзі жеке қабылдауына кіргізіп тыңдасын деген бас прокуратураның 3-ші тапсырмасы болатын. Бұдан алдын 2 тапсырмасында орынбасары Шәрипов қабылдаған, 3-шісінде де бүгін Шәрипов қабылдау керек болатын еді. Кеше маған Алматы қаласына Медеу ауданының прокуратурасында Ғалым Дамирұлы деген прокурор хабарласып, Шәриповтың жазғы каникулда екендігін және оның орнына басқа прокурор келетіндігін айтып, сіздің ісіңізді ол кісі білмейді ғой, қабылдауға кірмей қойсаңыз қайтеді деген ұсыныс жасап еді. Мен қабылдауға кіремін деп жауап берген болатынмын. Бүгін нәтижесі осындай болып тұр. Мен бұл қабылдауға кіремін деп мақұлдамасам да болатын еді. Себебі Алматы қаласының прокуратурасы және Медеу ауданының прокуратуралары менің ісім бойынша осы күнге дейін жасап жүрген істері шамалы болатын. Осы уақытқа дейін Алматы қаласының прокуратурасы сіз айтып жүрген жалған құжатқа марқұм болған кісіге өткізілген сот сараптамасы сүйенбеген деп мойындамай келген болатын. Мен жақын күнде Әділет министрлігінен жалған құжаттарға сүйенген деген жауап алып, сол жауапты айту үшін мен бүгін қабылдауға кірмекші болған едім. Бірақ қазір енді мен өзім ойлап отырмын, өздерінің өтіріктері ашылғаннан кейін мені бүгін қабылдауға беттері болмаған шығар деген ой болып тұр. Егер менің ойымдағыдай себеппен бүгін қабылдамаған болатын болса, онда азғантай болса да бір адамгершілігі бар екен деген кішкене болсын қуаныш болып тұр менде. Себебі ұяты бар адамдарда нәтиже болатыны белгілі. Сондықтан Алматы қаласының прокуратурасынан менің істерім бойынша жақсылықтар болады деп сенейін.